одна из этих команд выйдет в финал, где будет играть с командой топ-тим. Бромвич командасының. Так, не буду больше это делать. Так, поехали, друзья. Намыс играет в цветах синего цвета. Больше, наверное, Дүйнесіндегі көрермандардың барды қазір Қырғыз медиа футбол лигасын көріп жатқандағы болса керек. Қазір кетірілген қата жана! Джакс! Бұл жерде! 7-й минуте встречи уже. Эрназар Ахматалиев великолепно тут разобрался, дал передачу. И вот здесь Джакс! Бум! Просто. Да тут ошибка все-таки есть. И защитников тоже 80-й номер Джакоб Джейк неудачно сыграл. И в итоге Мамралиев, ну, вряд ли будет бить прямой удар. Конечно, вот такой заброс. И удар. Вот он есть и гол, друзья. Намыс открывает счет своим голам, дорогие друзья. И вот 1-1. Милан. Берген топ өте мықты болды. Ауас топты таштап кеткен, дуалда екі ойыншы түсінген жоқ. Тұлған топ. Баяман Құмарбайұлы демек. Есеп сандарын бір-бір қылып теңеп жатқан ұшыру. Бір стандарттық алды, татықты өтәрізді іштету алды азыр намыстың ойыншылары. Емандан ары қарай әрекеттерін ұшындай нұқта Уланталбаева біргелікте байқайбыз. Бромвичтің... Суя сам бежит. Суя. Прострел вот здесь и пяткой какая игра. Кетін жасады жана Эрназар Ахматалиев оңғанат арқылы. Ахматалиев айпаянчасының ішінде ұзатылған соққы. Топ көкөл орында тұсында. Скорее всего. Аракеттер ұзатылған соққы. Дастан Алыбеков алысқы бұрышты ойын жылдызды құрамдар ойын таласында. Бұға чейін тайпасында әделік тұрғандығын көргіміз. Жана Суя. Мамралиев, Аваз Откеев ойыны үштіріп қана баштады. Мамралиевте соққы. Сол бұты менен. Мамралиев. Тұрған ұшыры. Қалыстырыш қырығы жаңырды. Аваз қамданып жатады. Суядан соққы жана! Дарбазаның қапты. Булеталити. Топ тимдин атандашы 90 минут текшерет. Көріп тұралы Қатай оң бұтын іздейт. Мүмкіншілігін қарайт жана. Сутман қандай жооп қайтарат болды екен? Уверенно. Очень уверенно. Жардам арқылы ойын таласынан кеткендігін көргенбіз. Жана көріп тұралы қазір Дастан. Ой-ой-ой. Эржан. Амантур Мусаев, поехали. И, друзья, отражает у нас до промаха. Как же после 3 не забить. Атай Забеков против Дастана Алыбекова. И переиграл здесь. Атай Забеков со второй попытки. Ну как же он рисковал вот здесь. Или не засчитали? Нет, значит, не засчитали. Все. Намыс побеждает и выходит в финал медийной футбольной лиги. Об этом матче еще будут обсуждать и спорить. Но это уже совсем другая история, друзья. Намыс командасы Қырғыз медиа футбол лигасының 4-ші сезонының финалында урмат За Майрамбек Рыспек, которого раскрыли. Браво! Оставайтесь